Желіде сұмдық ақпарат тарады, барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум арма қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк түймесін басыңыз. Атырауда бір күнде 78 бала жоғалып кетті. Атырауда бір күнде 78 бала жоғалып кетті. Наурыз мейрамына арналған мерекелік іс-шара кезіндегі Атыраудағы Исатай Махамбет алаңында 78 бала ата-анасынан көз жазып қалған. Олардың барлығын жедел табылып, заңды өкілдеріне табысталды деп хабарлайды өзгеріс.инфо Ішкі істер министрлігінің телеграмдағы арнасына сілтемесін жасап. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше балалардың көбі 1 сағатқа жетпей табылды. Тек бір жасөспірімді полицейлер 3 сағатқа жуық іздеген. Шара барысындағы ата-анасынан көз жазып қалған 7 жастағы бала бейнекамералар арқылы анықталды. Бүлдіршін анасын таппаған соң бірден оның жұмыс орнына баруға шешім қабылдаған. Балақайды камера арқылы анықтаған инспекторлар арасына анасы әкеп қауыштырды. Мұндай уақиғаларға байланысты полиция ата-аналарға адам көп жиналатын орындарда балаларға мұқият болуды, оларды қараусыз қалдырмауды сұрайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де сау саламатты болыңыздар.